Саламатсыздар ме, құрметті көрермен? Менің даусым естіліп тұр ма, әріптестер? Құрметті әріптестер, бүгінгі Түркістан облысының білім беруді дамыту орталығының ұйымдастыруымен өткізіліп отырған өмірлік қиын жағдайдағы балаларға әлеуметтік психологиялық қолдау көрсету жолдары тақырыбындағы 45 минут оқу ағарту бағдарламасына қош келдіңіздер. Бағдарлама аясында тағылымы мол, қызықты әңгіме өрбитініне үміттеміз. Сіздердің әрбір бастамаларыңызға сәттілік пен береке тілейміз. Қазіргі әлемде, сонымен қатар Қазақстанда әлеуметтік экономикалық ахуалдары ауыр жағдайдағы отбасылар санының өсуіне байланысты педагогика мен психологияда өмірлік қиын жағдайда жүрген балалар түсінігі жиі қолдана бастады. Кейінгі жылдары бұл өмірлік қиын жағдайда жүрген балаларды әлеуметтік педагогикалық қолдау қазіргі күннің көкейтесті мәселелерінің біріне айнала басталғанында белгілі болды. Өмірлік қиын жағдайда жүрген балалар ұғымының мағынасын көптеген мәселелерді қамтитын күрделі мазмұн болып табылады. Мұндай балалар қатарына әлеуметтік аз қорғалған және жағдайы төмен отбасылардан әлеуметтік аз қорғалған, жағдайы төмен отбасы, ата-аналарының қамқорлығынан айырылған, мүгедектігі бар және дамуында бұзылыстары бар, оқыс жағдайларға тап болған, зорлық, зомбылық көрген және де бұл қалыптасқан мән-жайлардың салдарынан тыныс тіршілігі бұзылған және осы мән-жайларды өз бетінше немесе отбасының көмегімен еңсере алмайтын балалар жатады. Осы орайда бүгінгі эфиріміздің қадірлі қонағы Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасы, Түркістан облысының өмірлік қиын жағдайдағы балаларды қолдау орталығының басшысы Нұрпейісов Саттар Шардарбекұлы келіп отыр. Қош келдіңіз, Саттар мырза. Олай болса, сұхбатымызды ары қарай жалғасақ, Саттар Шардарбекұлы, жалпы өмірлік қиын жағдайдағы балаларды қолдау орталығының мақсат міндеттері жайында толық тарқатып айтып берсеңіз. Жалпы құрылғанына неше уақыт болды? Қандай бөлімдер қызмет атқарады? Осы жөнінде толығырақ тоқталып өтсеңіз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Түркістан облыстық адам әлеуметтік дамыту басқармасының Түркістан облысындағы өмірлік қиын жағдайдағы балаларды қолдау орталығы 2021 жылда 25 майдағы облыс әкімдігінің қаулысына сәйкес бұрынғы Бауыржан отбасы үлгісінде балалар ауылы қайта құрылған. Бұл орталықтың ашылудағы ең негізгі мақсаты бұл кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау. Ол деген құқықтарын қорғауға байланысты айтылатын мәселе, берде өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларды қолдау, көмек көрсетіп, оларға арнаулы әлеуметтік қызметтердің түрлерін көрсетеміз. 3 жастан бастап 18 жасқа дейінгі балаларды көмек көрсетіледі. Бөлімде орталықта 2 бөлім бар. Біреуі педагогикалық, психологиялық құқықтық қызмет көрсету бөлімі, екіншісі орталықтан шыққан, осы балалар үйінен шыққан, қос интернатты сопровождение дейді, орталықтан шыққаннан кейінгі балалар үйінен шыққан, болмаса патронаттық тәрбиеге, болмаса қорғаншылыққа берген балаларды отбасыларды қадағалау. Осы 2 бөлім қазіргі уақытта жұмыс істей жасайды. Орталықта осы кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау мақсатында оларға әлеуметтік психологиялық, әлеуметтік педагогикалық, әлеуметтік медициналық, тұрмыстық көмек көрсету мақсатында біздің орталықта 4 психолог бар, педагог психолог, 4 әлеуметтік педагог бар. Сол мамандар балалардың өтініштеріне байланысты болса аудандық адами әлеуметтік дамыту бөліміндегі қорғаншылық қамқоршылық органдар өтініштеріне байланысты сол балаларға біз көмек көрсетеміз. Жақсы, өмірлік қиын жағдайдағы бала ұғымын кеңірек тарқатып айтып берсеңіз, қандай балаларды жатқызамыз? Өмірлік қиын жағдайда қандай балалар жатады деген арнайы түсінік, ол арнаулы Қазақстан Республикасының арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы деген заң бар. Сол заңда өмірлік қиын жағдайға байланысты арнайы анықтама беріп қойған. Бұл жерде ең бірінші берілгені
әлеуметтік бейімсіздік пен әлеуметтік депривацияға ұшыраған балдар дейді. Әлеуметтік бейімсіздік дегеніміз не? Бұл әлеуметтік бейімсіздік дегеніміз баланың қоршаған ортаға байланысты үзілуі. Баланың өзін-өзі тұйықталып, жеке өз алдына ешқандай шешім қабылдай алмайды, өз-өзі тұйықталып, сол өзінің сол тұйықталған құрықтан шеңберден өзін шыға алмай қалуы. Ал депривация дегеніміз, ол баланың кез келген жас бала өмірге келгеннен ол өзінің қажеттілігін өтеу керек. Ол білім алу керек, күнделікті тамақ алу керек, үйірме жұмыстарына бару керек, өзінің рухани жеке тұлға ретінде дамушылығын бар жағдай жасау керек. Сол жағдай жасауға соларға шек қойылған кезде. Сол өзінің қажеттіліктерін өтеуге кедергі келтірген жағдайда мен осы жағдайлардың бәрін балалардың өмірлік қиын жағдайға тап болған балдар деп айта аламын. Одан кейінгісі бұл ата-анасы қайтыс болған балдар, жетім балдар. Одан кейін соттың шешіміменен ата-анасының қамқорсыз қалған балдар да болады. Ата-анасы тастап кеткен, болмаса ата-анасы із-түзсіз жоғалып кеткен, болмаса емдеу орындарында ата-анасы балдардың алдынан бас тартқан балдардың барлығы бұл ата-анасы қамқорсыз қалған балдар есептелінеді. Оларға арнайы соттың шешімі бойынша шығады. Одан кейін қабылданатын балдар бұл девиантты мінезді балалар. Өзінің мінез құлқында ауытқуы бар, ортаға кішкене зиян тиетін балдар болса, сондай балдарды өмірлік қиын жағдайға тап болған балдар деп айта аламыз. Одан кейінгі ең басты мәселе отбасынан зорлық-зомбылық көрген балдар. Отбасынан зорлық-зомбылық көрген балдар, сол балдарды өмірлік қиын жағдайға тап болған балдар деп айта аламыз. Иә, Саттар Шардарбекұлы, енді сұрақтан өзі сұрақ туындап жатады. Жалпы осы қорғаншылық қамқоршылыққа берілетін балалар ғой, енді ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар қабылданады деп айтып кеттіңіз. Енді қазіргі таңда балалар үйінен немесе балалар отбасы типіндегі балалар үйінен айырмашылығы не сіздердің мекемелеріңіздің? Қандай болады? Түпкілікті сіздерде тәрбиеленуге жата ма, жоқ әлде басқаша қырлары бар ма? Сол жөнінен тоқталып кетсеңіз. Біздің орталықтың қызметі басқа балалар үйімен салыстырғанда басқаша. Өйткені біздің орталықтың негізгі қызметі сондай өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларды мүмкіндігінше қайтарып өзінің биологиялық отбасына қайтару. Егер ол мүмкін болмаған жағдайда қабылдайтын отбасыларға патронаттық болмаса қорғаншылық қамқоршылық өткізу. Сол үшін бізге орталыққа келген балаларды негізінен әртүрлі өмірлік қиын жағдайға тап болған кезде келген кезде сол балалардың арнайы біздің педагог психологтар мен әлеуметтік педагогтардың жұмыс атқарады. Сөйтіп атқарып баланың өмірлік қиын жағдайға тап болуынан себебін іздеп отырсамыз. Сол себебін іздеп отырсамыз, баланың қандай ортада өскенін, қай мектепте оқитынын соған байланысты біздің мамандар, арнайы психологтар бар, әлеуметтік педагогтар сол ауылға, сол мектепке барып, оның сыныптастарымен, үйінің айналасында тұратын көршілермен, ауылдармен әңгімесі баланың өмірлік қиын жағдайға тап болу себебін анықтаймыз. Сөйтіп сол себебін анықтап болғаннан кейін, соған байланысты әрі жұмыс атқарамыз. Сол енді сол болған жағдайды жоюға барынша жойып, ата-анасымен психолог көмек көрсетеміз, баланың өзіне психолог көмек көрсетеміз, көмек көрсетіп, баланы қайтып өзінің ата-анасына қайтарып беру. Біздің мақсат балаларды алып қалып, балалар үйінен жіберу емес. Біздің мақсатымыз тек қана балаларды құқықтарын қорғау, баланың жеке тұлға ретінде дамуына барлық жағдай жасау. Яғни балалармен де және оның отбасымен де, заңды өкілдерімен де психологиялық педагогикалық қолдау көрсету дегіңіз келіп отыр ғой, иә? Сөйтіп қайта балаларды отбасына оралту, иә? Негізгі міндеттеріңізге. Иә? Өзіңіз білесіз, қазіргі таңда аудандық, қалалық адами әлеуетті дамыту бөлімдеріне қарасты бала құқығын қорғау бойынша қорғаншылық және қамқоршылық органдары бар. Олардың мақсат міндеттері де дәл осы сіз айтқан дүниелерді құрайды. Көпшілігі ұқсас. Олардың да мақсат міндеттері дәл осындай. Олай болса, қорғаншылық пен қамқоршылық органның жұмысынан өмірлік қиын жағдайдағы балаларды қолдау орталығының жұмысының айырмашылығы мен ерекшеліктеріне тоқтала кетсеңіз қандай? Біздің бұл облыстық балаларды қолдау орталығының негізгі міндеті жаңа айтқан кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау. Ең бастысы отбасында зорлық-зомбылық көрген балаларды қолдау көрсету, оларды оңалтуға байланысты жұмыстар атқару, болмаса қорғансыздықтың, панасыздықтың алдын алу атқару жұмыстар жасалынады. Енді біздің әр ауданда қамқоршы қорғаншы органдар бар. Біздің орталық сол қамқоршы қорғаншы органдардың тікелей көмекшісі. Өйткені әр бір ауданда бір маман бар отыратын маман,
Бұл маман өзінің аудандағы мектептердің бәрін біледі, қай мектепте қандай бала сабақ оқып жатқан, қай баланың сабаққа келмей жүрген, қай баланың қандай күйзеліске түсіп жүрген, болмаса отбасына байланысты баланың зорлық-зомбылық көріп отыр ма, соны біліп анықтап отырады негізі қорғаншы органдар. Солар анықтап біліп отырады да, білгеннен кейін олар арнайы бізге хабар береді, біздің мамандар барып сол балалармен жұмыс атқарады. Сонда біздің міндетіміз тікелей ауданда отырған қорғаншы органдармен бірлесе отырып, сол балалармен бірге жұмыс жасау. Енді бұл жерде бізде кейде ауданнан қамқоршылық қорғаншы органдардың несімен келеді, балалар солардың жолдамасымен келеді. Ал енді біздің ережеге сәйкес, егер балалардың өзі тікелей баланың көмек болмаған баланың ата-анасы болмаса заңды өкілдері тікелей бізге хабарласып, маған осындай көмек керек дейтін болса, біз тікелей біздің мамандар сол айтқан мекен-жайға барып, балаларға көмек бере алады. Ондай біздің немізде күнделікті жұмысымызда бар, мысалы балаларын алып келеді, балаларын алып келіп, бір күн алып келеді, екі күн алып келіп, екі-үш рет психологтар балалармен жұмыс жасайды, ата-анасымен жұмыс жасаймыз, сөйтіп баланың ата-ананың арасында қарым-қатынасты реттеп, қайтадан баланың ата-анасын өзі қайтып алып келетіндер бар. Бұл баланың орталыққа алып келу міндетті емес. Айтылса, хабар берсе, біз сол қамқоршылық қорғаншы органдардың тікелей несімен араласуымен біз сол мектептерге барып, сол ауылдарға барып, сол балаларға жаңағыдай психологиялық, медициналық көмектер көрсетуіміз керек. Өйткені бір ауданда бірақ қамқоршылық қорғаншы орган бар. Ал мектеп бір ауданның өзінде кем дегенде 50-60 мектеп бар. Оның әрқайсысында 1000-дан оқушы бар. Оның бәрін бір маман игеріп кету мүмкін емес. Сондықтан қамқоршылық қорғаншы органдар анықтап отырса, біз әрі сол кісілердің айтқандары бойынша сол кісімен бірлесе отырып, сол балаларға құқықтық көмек көрсетеміз. Мысалы құжаттандыру бойынша болады. Құжаттандыру болғанда кейбір балалар дүниеге келеді, ата-анасы кезінде отыра куәлігін алмаған, басқа құжаттарын қарастырмаған, мектепке қамтылмаған балалар да болады. Ондай балаларда бізде дисквалификация бар. 12-13-ке 14-ке келген балалар бар, мысалы, бірақ мектепке бармаған. Сондай балалар құжаттандырып, мектепке болатынымыз әріп танып оқуына біздің мамандарда қосымша білім беру педагогтары бар. Сол балаларды оқытып, алғашқы әліппенің білімдерін оқытып, әріп танып, 4 амалды орындауға байланысты бірлесіп жұмыс жасаймыз. Сондықтан біздің жаңа айтам, біздің орталықтың ең бірінші қызметі аудандағы қорғаншы және қамқоршылық органдардың тікелей көмекшіміз. Сол кісілердің айтқан несі бойынша, берген ұсыныстары бойынша, болмаса жасаған сұраныстары бойынша біз сол мектептерге барып, жаңа балаларға көмектесе аламыз. Өте жақсы. Иә, Саттар Шартарбекұлы, бұл мәліметтер біздің әлеуметтік педагогтар үшін өте қажетті информация, былайша айтқанда хабардар. Сондықтан бұл келешекте бізге барлығымызға қажетті дүние болып табылады деп ойлаймын. Жалпы мекеменің жарғысында, яғни міндеттерінде тәрбиеленушілерді асырап алушы отбасыларындағы қорғаншылыққа, патронатқа, асырап алуға, баланы қабылдайтын отбасына өмірлік психологиялық дайындау бойынша көмек беріледі деп көрсетілген. Бұл көмектер қалай көрсетіледі? Баланы отбасына қабылдау бойынша дайындық курсынан өткізе аласыздар ма? Былайша айтқанда бізде қазір 2-3 жыл көлемінде ШПР деген мәселе туындап жатыр. Осы мәселе жөнінде сертификат берілер ма, курстан өткізе алады ма деген секілді сұрақтар мазалайды бізді. Осыған толық жауап бере кетсеңіз. Біздің мекемеде балаларды қабылдайтын отбасылар, үміткер ата-аналарды оқытатын арнайы курс бар. Ол курс аптасына 1 рет өтеді, онлайн режимде. Осы уақытқа дейін, қазір уақытта біз кеше соңғы күнге дейін 192 ата-анаға сертификат бердік. Бұл ата-аналар енді өздерінің отбасына осындай қорғансыз қалып кеткен, болмаса ата-ана қамқорсыз қалып кеткен, болмаса жетім балаларды өзінің отбасына қабылдауға үміткерлер олар. Ол соларға біз психологиялық және педагогикалық көмек көрсетеміз, оқытамыз. Баламен қалай тіл табысу керек, баламен арасында қарым-қатынас қалай болу керек, баланың мінез-құлқына қай уақытта көңіл аудару керек. Осы педагогиканың барлық қыр-сырын бәрін оқытуға тырысамыз. Ол арнайы бізде осындай орталық бар, сол орталықта осындай курс оқытатын бізде 4 маман бар. Сол 4 маман әрқайсысы группа бойынша аптасына 1 рет онлайн сенбі күндері оқытып, арнайы сертификат беріп шығарамыз. Енді сертификат беріп шыққаннан кейін ол балалар, ол үміткер ата-аналар бізден сертификат алып, балаларды алып өздерінің отбасына балаларды алып тәрбиелеген кезде біз олармен тікелей байланыста боламыз. Өйткені ол баланы ата-ананы біз оқытып шығарғаннан кейін біз оған
жауаптымыз. Әрі баланың сабақ, баламен қалай тіл табысып жатыр, баламен қалай сөйлесіп жатыр. Барып біздің мамандар кейде арнайы барамыз, ал кейде ата-ана өзі өтініш жасайды. Өтініш жасаған кезде ата-ананың жаңағы өтініші бойынша біз сол кісінің өзіне барып, жеке өзіне барып сөйлесіп, біздің мамандар психологтарымыз бар, әлеуметтік педагогымыз бар, заңгеріміз бар, сол барып ата-анаға көмек көрсетеді. Бұл енді ол негізі қазіргі мемлекеттің үкіметіміздің алдында ең басты мақсат балалар үйін көбейтеміз. Мүмкін болатын осы келген балалардың барлығын, өйткені балалар толық отбасында тәрбиелену керек. Соңғы кезде ашылған отбасы үлгісінде балалар ауылы дегенде ол да жақсы метод болды. Ол қазір уақытына қарай байланысты енді қазір балалар бар, мүмкіндігінше осындай қабылдайтын отбасыларға жіберген. Себебі балалар тәрбие береді. Ал соған үшін біз жаңа отбасын қабылдайтын ата-аналарды жан-жақты қолдап, барынша көмек көрсетіп отыр біздің міндетіміз. Ал біздің өзімізден алып кеткен балдарды алып кетеді. Патронаттық тәрбиеге, қамқоршы, қорғаншы. Ол кезде ол балалардың атынан міндетті түрде бір айдың ішінде айына бір рет болса да барып баланың жағдайын біліп отырамыз. Ал енді басқа жерден өздері бізден оқып, басқа жерден, басқа балалар үйінен, басқа ауылдан, басқа облыстан балалар алған ата-аналарды, олар өздері бізге өтініш жасаған кезде біз барып соларға көмектесеміз. Көмектесіп, көмек көрсетіп, мүмкіндігінше педагогиканы қырсып үйретуге тырысамыз. Өйткені баламен тіл табысу деген ол оңай жұмыс емес негізі. Тем более өз баланы қабылдап болса, асырап болса, асырап отқан баланың бәрінің өзінің әрқайсысының өзінің мінезі болады. Оның мінезі енді ата-анасының берген өзінің қанымен келген мінез ғой. Соның мінезбен асырап алушы ата-аналардың екеуінің арасында бір-бірімізді үйлестіру ол біздің міндетіміз. Сондықтан біздер арнайы курс оқытып, бізге звондап хабарласып тұрады. Хабарласқан байланысты толғаннан кейін группа 12-13 адамнан оқытамыз. Оқытып, біздің мамандар оқып, дайындап, арнайы курстарға өткізіп отырамыз. Өте жақсы, Саттар Шартарбекұлы. Енді осы орайда тағы бір сұрақ туындап тұр. Мысалға, сүйемелдейміз деп жатырсыз жаңағы сертификат бергеннен кейін қанша уақыт аралығында сүйемелдейсіздер? Әлде бала кәмелетке толғанға дейін сүйемелдейсіздер ма? Жоқ әлде белгілі бір шегі уақыты бар ма оны сүйемелдеу? Сіздердің тараптарыңыздан сүйемелдеу уақытының? Біздің тарапымыздың сүйемелдеу уақыты негізі 18 жасқа дейін деп айтамыз. Осы ереже бойынша жазылған, өзіміз үлгілі қағидада жазылған, орталықтың ережесі осындай жарғысында жазылған 18 жасқа дейін балаларды қабылдауға көмектесуіміз қажет. Бірақ біз ондай кезде ол уақытқа есептесе бермейміз. Өйткені 18 жастан кейін колледжде оқып жатқан, студент оқып жүрген балалар болады. Сондай балалар болатын болса, олар бізден шыққан балалар болатын болса, басқа жерден ата-аналар бізге өтініш жасап жатса, біз ол кезде ешқандай жоқ деп айта алмаймыз. Міндетті түрде барып балалар көмектесуіміз керек. Өйткені мүмкіндігінше балалар, яғни біз өзіміз бұрын балалар үйінде жұмыс істедік. Біздің мамандардың бар кезінде балалар ауылы жұмыс жасаған. Содан біз білеміз, балалар мүмкіндігінше 23 жасқа дейін біз балаларды қадағалап отырамыз. Көмек қажет болса, көмек көрсетеміз. Барынша көмектесіп, баланың өмірден өз орнын табуға бар жағдай жасаймыз. Негізгі ереже бойынша 18 жасқа дейін дейді, ал бірақ біз оған есептеспей, одан асқанға дейін балаларға қажет болған кезде біз барып көмектесе береміз. Өте жақсы, керемет, Саттар Шартарбекұлы. Енді осы курс бойынша курстың уақытын айтып кетсеңіз, қанша айда курстан өтіп сертификат алады? Және ол курсқа тіркелген кезде кедергілер бар ма? Мысалға, мына толып қойды, келесі айда деген мәселелер туындап жатты кезінде. Сондай мәселелер бар ма? Жоқ әлде қалай жаңа өтініш жасасаңыз, солай қабылдана береді ма? Енді курстың өз өту уақыты 3,5 ай. 3,5 ай ішінде толық курстан өтіп шығады. Толық дайындықтан қабылдаушы ата-ана ретінде. Ал енді бізде жаңа айттым, 4 топ жұмыс жасайды. 4 мамамыз тек қана осындай қабылдаушы ата-аналарды оқытады, курс жасайды. Бір топ толды ма, сабақты 12 адам үшін толады, 12 адам толып болады, біз сабақ бастап өте береді. Одан кейін екінші адам қабылдап ол өте береді. Ана бірінші топ біткеннен кейін оларға тағы қайтадан группа алып оқыта береді. Ол енді бізде қазір біздің немізде тарихымызда ондай нәрсе болған жоқ, әлбай группа толып қалды, біз сабақты жамаймыз деген нәрсе болған емес. Өйткені 4 мамам болғандықтан бізге міндетті түрде хабарласып тұрады. Басқа облыстардан хабарласа, енді балалар қажет болғаннан кейін біз оларға группа толып қалды, болмаса группа толғанша тұра бер деп айтпаймыз. Бір адам болса да жазып қоя береміз.
сөйтіп қалғанда сол тіркей береміз. Оны бәрін тауған кезде көп балаға сабақ бастап оқыта береміз. Иә, жалпы заңға сәйкес осы кейінгі 4-5 жылдың көлемінде осы ШПР дейміз, жаңа баланы қабылдау, отбасына қабылдау бойынша курсынан өту туралы сертификаттар болу керектігі жөнінде шешім қабылданған үкімет тарапынан. Сондықтан осы курстан өту уақыты 3,5 ай деп жатсыз. Осы 3,5 айда жаңағы баланы қамқорлыққа алғанға дейін кедергілер болып жатты. Яғни сіздердің тараптарыңыздан мына топ толып қалды, немесе келесі айдан бастап деген мәселе жоқ, иә? Өйткені осы мәселе төңірегінде сұрақтар бізге көптеп туындап жатады. Ондай мәселе жоқ сіздердің тараптарыңыздан. Енді тағы бір сұрағымыз, қазіргі уақытта тәрбиесінде қиындық келтіретін балалар, әсіресе өтпелі кезеңде ата-анасының тәрбиесіне көнбейтін жасөспірімдер жиілеп барады. Өзіңіз білесіз. Сіздердің тараптарыңыздан осындай балаларға қандай көмек түрлерін ұсына аласыздар? Жалпы бала мен оның заңды өкілдеріне жеке консультациялық көмек сұрап жүгіне алады ма? Жеке осы жайлы тарқатып айта кетсеңіз, яғни мынау қалалық, аудандық адами әлеуетті дамыту бөлімдерінде қорғаншылық қамқоршылық органдарынан тыс өздері жеке жүгіне алады ма? Және ол жүгінген жағдайда сіздер ол жаңағы қорғаншылық қамқоршылық органына хабар беріп отырасыздар ма? Осының жай-жапсарын жақсылап бізге түсіндіріп тарқатып айтып берсеңіз. Негізі біздің неге сәйкес, жарғы сәйкес кез келген бала, 18 жасқа дейінгі бала, или болмаса баланың заңды өкілдері, болмаса ата-анасы біздің көмек қажет болатын болса, аудандарда қамқоршылық қорғаншылық органдарынан хабарласпай, бізбен тікелей біздің телефонмен хабарласуымызға көмек көрсетеміз. Көмек көрсетіп, жан-жақты көмектер, психологиялық көмек, педагогикалық, болмаса медициналық көмек қажет болатын болса, біз бар бұның бәрін көмектесе аламыз. Ал кейбір жағдайда балдарды мінез құлқында өзгеріс болады дейді, болмаса баланы сабаққа бармай девиант мінезі бізге дейді. Бізде кейбір аудандар мен біздің немізде балалар орталықтың тарихында болғаны, кейде балдарды алып келеді, балдарды алып келгенге дейін кәмелетке толмағандар жөнінде инспекция, полиция бөлімдері ғой, олар балдардың үстінен іс қозғап алып келеді. Мына баланы іс қозғап, енді баланы жаңағы девиант мінезді мектепке дайындап алып келеді. Ал біз бала келген кезде баламен жұмыс жасағаннан кейін баланы көреміз, баланың мінез құлқын көреміз. Мысалы бізде балдар келеді, енді ой өрісі дамымаған балдар болады. Ал бірақ бұл балдар шындап келгенде ол онда тірлік істемейтін балдар емес та. Сондай балдар осы арнайы сотқа берген кезде соттан барып балдар ондай неден девиант мінезді мектептен жерден алып өзімізге алып қаламыз екен. Ағай баланың болашағы бар ғой. Ол ана қағазын дайындады екен деп бәрін ағай өткізіп бере берсек, бала жарғай ол қалай болады несін. Сондықтан біз мүмкіндігінше балаларға қамқор болып, оның мінезін түзеуге тырысып айтып түсіндіреміз. Ондай өзіміздің тарихымызда болды. Балаларды бір-екеуін сондай соттан алып қалдық, дайындаған кезде өзіміздің психологтар мінездеме жазып береді. Сотқа барып біз де өтініш айтамыз, отырысып алған кезде мына балалар мінезі мынандай, оны баланың тәрбиесі жақсы олар шығады деген болады. Енді болды бір қыздар, мысалы бір қыз келді, біз бәрін құжаттарын бәрін дайындап сотқа өтіп қойған, соттан шешім шығып кеткен. Енді шындап келгенде қыздың ұрлыққа баратын еш жоқ. Еш жоқ та, бірақ ұрлықты оны қыздың өзінің анасы жұмсап отырғанда, оны ешкім ескермеген, алды қызды соттың шешіміне байланысты қазнеге жіберді. Жамбылдағы девиантты мінезді балаға мектепке өтіп кетті де, бірақ қызды тәрбиесі, қыз тәрбиеге көңілі болатын қыз еді. Сондай кезде әпкелерге кешіріп қаламыз, қалған уақыттың бәрінде мінезінде ауытқу бар, болмаса мінезді құлқында ата-ананың арасынан тіл табыспай қалады, болмаса сабаққа бармай қалады, мектепке барып, үйден сабаққа кеттім де мектепке бармай жолдан қашып кететін балдар болатын болса, ондай балдардың өзі хабарласса да, болмаса ата-анасы заңды хабарласса, біз оған көмекке дайынбыз. Оған ол біз ауданда қамқоршылық қорғаншы органдарға нағылдың қажеті жоқ. Бізге нағылса, біз өзіміз қараймыз. Одан арғай ол жерінде бізге нағылған екен, біз оны сөйлесеміз. Арғай тағы да мектептің қадағалауы болмаса бір қажет болатын болса ғана біз мектепке звондап айтамыз, мына балаңыз мынандай, мына бала мынандай жасау керек, болмаса мына баланың бұзық жасап жүрген себебі мынада анықтап айтып түсіндіреміз. Ал егер кей жағдайда мүмкін болса құпия ұстап қоямыз.
Өйткені балдармен болған психологтарға жасалған әңгіме этикаға сәйкес көп жағдайда біз өзімізді қалдырамыз. Енді осы орайда Саттар Шардарбекұлы, сонда қорғаншылық қамқоршылық органының арасындағы байланыс үзіліп қалмайды ма? Сіздерге тікелей жүгінгеннен кейін сіздер хабар бересіздер ма, бермейсіздер ма? Жергілікті сол қалалық или аудандық адами әлеуетті дамыту бөлімдеріндегі қорғаншылық қамқоршылық органдар. Егер де сіздерге тікелей жүгінген жағдайда хабар беріледі ма? Егер бізге тікелей жүгінген жағдайда, егер баланың жаңа тәртіп бұзуында мес-құнды ауытқуы себебі тікелей баланың өзіне қатысты болса, онда айтпайды ешкімге. Ал енді қоршаған ортаға байланысты болса, ата-анасына қатысты, болмаса мектепке қатысты, сыныптастар, мектеп бәріне қатысты болатын болса, онда қорғаншылық хабар береміз. Мына балаға мына сырттан нәрсе етіп жатыр. Бір ауыз айтыңыздар деп біз айта аламыз. Ал баланың өзіне қатысты, өзінің мінез-құлқында, өзінің нағып түсініп жатса, психологтар жұмыс жасаған кезде шығады менің бәрі. Ана баланың психологтар жұмыс жасаған кезде баланың бейсана деген болады. Бейсанасында не жазылды? Сонда ерсіз шыққан кезде біз соған қарап анықтауға тырысамыз. Бала тікелей жаңа айтты, балаға қатысты, баланың ішкі құпиясы болатын болса, ол ешкімге айтылмайды. Ол біздің арамызда қалады. Ал жаңа сыртқы ортаға байланысты болатын болса, мектепке, ата-анасына көп жағдайда балдардың мінез-құлқын өзгеретін себебі бізде қазір өгей әке, өгей шеше деген шықты қазір. Солар құртып отыр қазір. Мысалы, балдарды өгей әкелер балдарын өз баласын бөлек ұстайды, ана балалар ұрып соғады, одан бала қорқады. Мен соған байланысып отыр. Сондықтан ондай кезде біз айтамыз. Мына мектепте мынандай болды, болмаса қамқоршылық қорғаншылық звондап, менің сырымның бәрі өгей әкесінде. Соны бір ауыз айтыңыздар. Көнбесе біз кейде прокуратура жазған кездеріміз де болды. Мына баланы ұрып соққан, өгей әкесі кінәлі, прокуратураға жазып жүрген кездеріміз де болды. Сондықтан біз баланы бірден-бір баланы қорғаушы болғандықтан жаңағыдай көп нәрсені айтатын кезде айтуға болатын нәрсені сыртқы жағдайға байланысты болса айтамыз, ал баланың өзіне тікелей қатысты болса, онда ешкімге айтпаймыз. Құпия күйінше қалады. Құпия күйінше қалады. Өте жақсы. Саттар Шардарбекұлы, жалпы тікелей байланыста боласыздар. Енді осы балалар қазір енді неке және отбасында көрсетілген бала 10 жастан асқаннан кейін өзінің пікірін айта алады, өзінің пікірі кез келген жерде жаңағы саналады, есептеледі деп көрсетілген. Ал енді сіздерге осы сіздер құрылған мезеттен бері қазір 1 жылдан асып кетті ғой, 1 жылдан асқан уақыт ішінде осы 10-нан асқан балалар 15-16 болсын, кәмелет жасына толмаған балалар өз бетінше жүгінген кездері болды ма? Және жүгінуге болады ма? Жаңа айттым ғой, тағы да өз бетінше жүгінуге болады. Өз бетінше біздің ата-анасыз. Ата-анасыз тікелей баланың өзі хабарласуға болады. Егер баланың тікелей баланың өзі хабарласса, біз сол балаға өзінің жолығып баламен сөйлесе аламыз. Ал енді балалардың ата-анасынан қашып бізге келген күндер де болғандар бар. Мысалы біздің тарихымызда міне басқа ұлттар бар, мысалы басқа ұлттарда біздің қазақтан басқа ұлттар бар. 9-ға шейін оқытады, 9-ға оқыған бітіргенде қыздарын ата күйеуге береді. Содан қашып бізге келіп тығылып отырған қыздардан бар. Ата-анасына бар десек, ата-анасына бармайды, өйткені ата-анасы бізге сөйлестік, ата-анасы ашық айтып отыр. Мен 9 жас бітірсе, ол қызды күйеуге беремін. Ал бала қыз бармаймын дейді, қыз қарай оқысы келеді. Сондықтан ондай кезде біз қызға қамқор болып, бізді өзімізге қатысты тәрбиелеп отырмыз. Мен биыл 9-ды бітірсе, ертең арнайы бір колледжге, болмаса арнайы оқу орнына түсіріп береміз. Ол кезде біз қадағалаймыз. Ал осы балалардың ары қарай оқуға түсуіне қандай көмектер беріледі? Мысалға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала болса, онда жөні бөлек. Жаңа шектік балды жинаған жағдайда облыс көлемінде жоғарғы оқу орындарына жаңа жолдама беріледі. Ал шектік балға жетпеген жағдайда колледждерге арнаулы техникалық болсын колледждерге жолдама беріледі. Ал сіздер тараптарыңыздан ата-анасының қамқорлығынсыз қалмаған осындай қиын жағдайдағы балаларға шектік балды жинаған жағдайда, жинамаған жағдайда тегін оқу орындарына жолдама беріледі ма? Жоқ әлде қалай оның жолдары қалай болады? Сіздер тарапыңыздан қандай көмек беріледі? Сіздер сонда негізі бізге келген балалардың көбісін жаңа ата-анасымен тіл табыспай, болмаса ата-анасына қайтып бармаймын дейтін болса, біздің студенттеріміз бар. Өйткені ол балалардың әлеуметтік статусы анықталмаған. Ол әлеуметтік статусы анықталмағандықтан не соттың шешімі жоқ, ата-ана қамқорлықсыз қалып кеткен, болмаса ата-анасы қайтыс болды деген ешқандай куәлік ештеңе жоқ. Сондықтан ол бала
статус анықталмайды, әлеуметтік статус анықталмағандықтан біз ондай балаларды өзімізше оқытып, тестке бәрін ұлттық тест бірыңғай тестке дайындап, арнайы оқуға жібереміз. Оқуға жібергенде бірақ мекеменің әкімшілігінің атынан біз оқу орнына өтініш жасаймыз. Өтініш жасап, олар да бізге кейде барынша олар осындай жағдай болып отыр, баланың жағдайы мынандай десек, олар бұл кісілердің көбісі түсініспен қарап, балаларды оқуға қабылдап алады. Бірақ балаларды оқуға қабылдап алғанда, жаңа сіз айтқандай дәл андай уже ата-ана қамқорсыз қалған деген статус анықтаған балдармен бұл балдардың айырмашылығы бар. Оларға мысалы ата-ана қамқорсыз қалған балдарға мемлекет тарапынан стипендия, жоғары стипендия төленеді, күнделікті тамағы төленеді, жүретін жолында төленеді. Одан кейін жаңылыспасам әр 6 ай сайын оларға бір қыстық киімдерді қаржылап беріледі. Ал ондай бұл балдарға ондай нәрсе берілмейді. Өйткені бұл жерде балдардың көбісі статус жоқ қой. Статус жоқтыр, кәдімгі оқитын балдар сияқты стипендия 23-24 мың, мысалы колледжде 23-24 мың, ал жоғары оқу орындарда 42-47 мың ақша. Сол стипендиямен барынша күн көреді. Енді оны барғаннан кейін біз көбінесе өзіміз олар 18 жасқа мүмкіндігінше колледжге 18 болмаса бізден барып сабаққа барып келіп тұра береді. Баланың күнделікті жүрген жолыменен баланың тамағы біздің есебімізден кете береді. Сөйтіп бала арай мүмкіндігінше балаға барынша көмек көрсетіп, өмірден өз орнын табуға тырысамыз. Ол үшін әрине шектік балды жинау керек қой, иә? Шектік балды. Сол шектік балды жинау үшін сіздер көптеп жұмыс жасайсыздар, иә? Көрермендерімізге түсінікті болсын деп жатырмын. Енді бір сұрағымыз, өмірлік қиын жағдайда жүрген баланы қолдау орталығынан басқа ұйымға ауыстыру кімдердің немесе қай мекеменің құзыреттілігіне кіреді? Бізге келген балаларды біздің жарғыға сәйкес біз 6 айдың ішінде баланың әлеуметтік статусын анықтауымыз керек. Бала қай елге статусқа жатады? Анықтап, соған байланысты бір жұмыс жасап анықтауымыз керек. Анықтап болған, егер соттың шешімі шығарып, ата-ана қамқорсыз қалып кеткен, болмаса ата-анасы жоғалып кеткен деген соттың шешімі бәрін шығарып, әлеуметтік статусын анықтасақ, анықтап болғаннан кейін өзіміздің облыстық адам әлеуметтік дамыту басқармасының жолдамасымен біздің балалар үйіне жібереміз. Бірақ балалар үйіне жібермей тұрып, бірінші міндетіміз баланы мүмкін болса патронат отбасына жіберу. Егер баланың ата-анасы туған туысқандар қайтыс болып кетсе, туған туысқандардан шығамыз. Мына баланы біз оларды мүмкін болса жаңағыдай үміткер ата-аналарды оқытатын курсқа шақырамыз, сөйлеуге оқытамыз, 3 ай үшін бала бізде болады. Алам деген ниетпен берсе, кейін соның бәрін оқытып, бір дайындап баланы сол патронатпен сояға беруге тырысамыз. Ал енді ең түк болмаған, ешкім отбасты орналастыру мүмкін болмаған жағдайда ғана біз балалар үйіне жібере аламыз. Бұл облыстық адам әлеуметтік дамыту басқармасының құзыретінде болады. Сояққа хат жазамыз, қатынас хат, сол біз жазған қатынас хаттың негізінде қатып олар осы балалар үйіне ауыстырылады. Бірақ жаңадан біздің бірінші мақсат мүмкіншілікте балдарды бірінші өзінің ата-анасына қайтарып беру, биологиялық ата-анасына, туған туысқандарына қайтарып беру. Болмаған жағдайда статусын анықтап болғаннан кейін балалар үйіне жіберу. Одан кейін үшінші жағдай не статусын анықтауға мүмкін емес. Не балалар үйіне жібереміз, ондай кезде біз баланы 18 жасқа шейін орталыққа алып қалып сөйтіп тәрбиелейміз. Өйткені біздің жағымыз сол жазылған. Өте жақсы, өте балаға да ата-анаға да бір қатар жақсы мүмкіндіктер қаралған екен. Енді менде сұрақ, осы жаңағы сіздерге бала барып түскеннен кейін, әлеуметтік мәртебесі анықталғаннан кейін, қазіргі таңда барлық үміткерлер КОПД деген арнайы база бар бізде. Сол базадан көріп, қарап, патронаттық тәрбиеге немесе асырап алуға немесе қорғаншылыққа алып жатады, иә? Ал енді сіздердегі мәртебесі анықталған бала КОПД базасына түседі ма? Қалай болады? Бізде қазір КОПД-ға байланысты қазір оқу орта министрлігімен жаңа балалардың құқықтарын қорғау комитетінің құқықтар комитетімен арнайы жұмыс жасап жатырмыз. Бізге ондай рұқсат берген жоқ. Өйткені ол әзір көп биыл оқу жылында бастады. Жаңа жылда бастады. Әлі біз КОПД өзіміз келіп, өзіміз шығармаймыз. Бізге енді ондай нені құзыретті енді берейін деп жатыр қазір. Қазір неменен жаңа балалар комитет толмағандардың құқықтарын қорғау комитеті министрлігінде соған байланысты соған жұмыс жасап жатырмыз. Бізге енді беретін жер. Ал енді көп жерде біз статус анықталып болғаннан кейін, ол қай ауданнан келді, келген ауданына сәйкес, сол ауданның қарым-қатынас органына өтініш жасаймыз. Олардың КОПД-ға қойып қояды да, сол бойынша береді. Өте жақсы, өте жақсы. Бұл да
керемет жаңағы мүмкіндік, иә. Бала ата-анасының қамқорлығынсыз қалғаннан кейін жалпы барлығымыздың осы мүддеміз, ойлап отырған мақсатымыз, міндетіміз баланы мүддесін қорғау, оларды отбасына жайғастыру, иә. Сондықтан бұл да үлкен мүмкіндік екен. Енді келесі кезекте біз көрермендерге берсек, сұрақтар болса, көрермендер тарапынан да біздің әріптестеріміздің тарапынан мынандай сұрақ туындап, қайырлы күн. ал өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қай аудан, қай мекеме, жақсылап өзіңіз таныстырып өтіңіз. Қайырлы күн, әріптестер. Мен аты-жөнім Рыскергенова Дина, Түркістан қаласы Ататүрік атындағы жалпы мектеп гимназиясының әлеуметтік педагогы. Мен қояр сұрағым Саттар Сайдарбекұлына. Жалпы оңтүстік өңірде құжатталмаған, кәмелет жасына толмаған балалар жиі кездесіп жатады. Осыған байланысты бірқатар қиындықтар мен кедергілер тап болып жататын баршаға аян. Осы орайда өмірлік қиын жағдайдағы балаларды қолдау орталығы тарапынан көмектер алуға мүмкіндік бар ма? Қолдау орталығы тарапынан осы қандай көмек көрсете аласыздар сіздер? Неге дайынсыздар? Көмек көрсетуге, қандай көмек көрсетуге дайынсыздар? Жақсы, рахмет. Бұл үлкен мәселе қазір туындап отырған. Сұрағыңыз түсінікті. Ондай балаларға біздің тараптан толық көмек көрсете аламыз. Өйткені бізде арнайы заңгерлер бар. Заңгерлер сол балаларды құжаттандыруға жұмыс жасайды. Жас сертификат сөйлеу мәселесі қаншалықты екен, оның құжаттандыру, туу туралы куәлігі болмаса, басқа бірдеңесі жоқ болатын болса, қандай құжаты бар, ең болса баяғы роддомдан шыққан қағаздары бар ма, сондай болса, сіз мен нөмірді жазып алсаңыз, сіз бізбен хабарлассаңыз, біз сізге көмек көрсетеміз. Бізде сондай арнайы жаңағы психологиялық құқықтық қызмет көрсету бөлім деген бар. Сол сізге арнайы көмек көрсетеміз. Сонда тікелей сіздің мекемеңізден құжаттануға мүмкіндік бар деген сөз ғой. Иә, бізде өйткені өте жиі кездесетін жағдай. Әріптестер, өте жиі кездесетін жағдай, онда сіздердің мекемелеріңіздің телефондарыңыз арнайы беріледі. Бұл бойынша ары қарай жұмыстар жасалады. Сұрақтар болса, әріптестер, бар ма сұрақтар? Гүлжан апай, мен бір сұрақ қояйыншы. Иә, өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қай мектеп, қай мекеме? Түркістан қаласынан, Әлшер Науаи мектебінен әлеуметтік педагогпын Махида Мадешева. Жаңа Саттар Шардарбек ұлы айтты ғой. Бұдан бұлай жаңа өзгерді. Мен біраз жылдан бері істеп жүрмін ғой, бірақ опекунствоға алатын қамқоршылар сертификат арқылы алады деп. Қандай туысқаны болса да, ата, әжесі, нағашысы, ағасы, солар барлығы сертификат арқылы алама баланы опекунствоға? Өзінің әке жағынан атасы мен апасына сертификат қажет емес, қалған нағаш туған туысқандардың бәрі сертификат курстан өту керек. Тек қана ата, әжеге рұқсат, иә? Ата, әжесіне рұқсат, тікелей өтірі алып кете алады олар. Ол кісі ешқандай сертификат үшін оқудың қажеті жоқ. Қалған туған туысқандардың бәрі оқу керек. Осы орайда менде де бір сұрақ туындап тұр, Саттар Шардарбекұлы. Бір анадан, бір әкеден туған ағасы, туған әпкесіне сертификат қажет па? Міндетті түрде қажет. Туғанына да, өйткені осындай сертификаттар қажет емес деген не туындап жатқан еді, туған. Ал туысқандары болса, онда қажет етеді. Жарайды. Тағы сұрақтар бар ма көрермендер тарапынан? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Нөмір 16 Талғат Бегелдинов атындағы жалпы орта мектептің әлеуметтік педагог Кенже Қансейітов, Түркістан қаласы. Менде бір мынандай сұрақ бар Саттар Шардарбекұлына. Өмірлік қиын жағдайдағы бала
орталықта қанша уақытқа дейін тәрбиеленеді? Немесе былайша айтсақ, мемлекеттің қамқорлығында болудың белгілі бір мерзімі бар ма? Біздің жарыға сәйкес өмірлік қиын жағдайға тап болған балдар біздің мекемеде 18 жасқа дейін қалуға болады. Бірақ бір носы бар. Біз 6 айдың ішінде баланы қосып кеттіңіздер. Бірақ біздің бала келген екен, бізге 6 айдың ішінде баланың әлеуметтік статусын анықтауымыз керек. Баланың өмірлік қиын жағдайға тап болған себебі неде? Соны анықтауға тырысуымыз керек. Сол себебін анықтағанға байланысты біз ары қарай жұмыс жасауымыз керек. Жаңа айттым ғой, егер баланы қайтып өзінің отбасына қайтару мүмкін болмаған жағдайда, әлеуметтік статусы анықталмайтын болса, біз баланы 18 жасқа дейін орталықта алып қалып тәрбиелейміз. Рахмет көп. Келесі. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Гүлжан апай, жағдайыңыз жақсы ма? Бүгін мен Түркістан қаласынан номер 14-ші Қазыбек би атындағы мектептен хабарласып отырмын. Сіздерге Саттар ағайға сұрағым бар еді менің. Орталықтағы кәмелет жасына толмаған баланы отбасына орналастыру, баланы ауылына орналастыру мүмкін болған жағдайда ары қарай қандай жұмыстар атқаруға болады? Біздің орталыққа түскен баланы кейін қайтып өзінің отбасына қайтаруға мүмкін болған жағдайда біз өзінің ата-анасына қайтарып береміз. Қайтарып бергеннен кейін сол қай жергілікті мекен-жайы бойынша аудан ба, қала ма, аудандық қалалық болмаса адам әлеуметтік дамыту бөліміне арнайы хат жазып, мына бала қайтып өзінің ата-анасына қайтарылды, ары қарай мектепке орналасуын, сабаққа қатысуын қадағалауын сұраймыз, біз хат тастаймыз. Сөйтіп ата-анасына қосымша хабар береміз. Ата-анасының өзіне айтамыз, алып кетіп жатқанда, міне балаңыздың тәрбиесі дұрысталды, екеуі жақсы сөйлесіп бәрін болғаннан кейін бізде келген балдарды мысалы әкеледі, әкеліп болғаннан кейін ата-анасы тіл табысып отырса, жеке психолог кабинетіне қалдырады, екеуі бір-бір өздері отырып сөйлеседі, жаңа сырлардың ішіндегі шерлерін бәрін тарқатып болғаннан кейін ата-анасы баласын алып кеткеннен кейін ата-анасы айтып түсіндіреміз. Міне баланы апарып қадағалаңыз. Қай уақытта біздің көмегіміз қажет болатын болса, кез келген уақытта менің телефоным 24 сағат істеп тұрады, звондаңыздар, біздің мамандар барады. Психолог болса, психолог қажет болса, сол барады. Әлеуметтік педагог қажет болатын болса, сол барып сіздермен солармен аталған жұмыс жасай береді. Тағы да сұрақтар бар ма, әріптестер? Саламатсыздар, сұрақтар бар. Саламатсыз, Гүлжан апай, саламатсыздар. Мен 15-ші мектеп Мағжан Бабаев атындағы мектептің әлеуметтік педагогы боламын. Менде мынандай сұрақ болып тұр. Зейнетке апа әже 2 баланы асырап отырды. Бұл мамалары тастап кеткен, папасы қайтыс болған. Сол әжеде сұрақ болып тұр. Мен дейді, бұл балаға қалай қамқоршылықты аламын? Оның шешесі отказной жазбай тұр дейді. Соға маған қамқоршылық тағайындалмай тұр деп тұр ол. Сол әже енді қалай не алсын? Қамқоршылық алу керек. Бұның мамасы тастап кеткенде, енді ертең төлі құжат алу, жеке құжат алу керек қой бұл бала. Сол кезде өзінің папасы, мамасы болу керек екен баланың. Енді бұл мамасы бұлармен араласпайды, енді мен оң қамқоршылық алуым керек болып тұр дейді. Енді бері сізге қосымша сұрақ, сол әкесі қайтыс болып өткен болса, әкесінің қайтыс болуына байланысты мемлекет тарапынан беретін жәрдемақыны кім алып отыр екен? Мама алады. Иә, анасы алады. Анасы алады. Енді бұл жерде егер апасына біздің телефонымызды, менің телефонымды беріңіз, бұл жерде егер анасы өзі бақпай, бірақ ақшасын алып отыр, балаға қарамайтын болса, бергі сотқа жүгініп тіркеуге болады. Өйткені оның арнайы әлеуметтік әкімшілік шара бар. Егер бала ата-ана өзінің баласына қарамайтын болса, тәрбиеден бас тартатын болса, оған 60-70 теңге айында штраф салады. Одан нені сіздің бұл Түркістан, сіз қайдасыз ауданы, егер баланы бақпай отырса, онда бұның несін балалардың тарапынан алып жатқан жәрдемақыны тоқтату керек. Жәрдемақыны тоқтатып, балалардың өзіне жеке есеп-құжаттарды сол жаққа салдыру керек. Апа болмаса, апа бізге беріңіз, біз апаға мен арнайы заңгерді берейін, сол апамен бірге жүріп біз сотқа арызданып,
апаға қамқоршылық қорғаншылықты шығарып беруге тырысамыз. Өйткені бізде бұндай жағдай болған кезде министерство үшін барып ала алмайғаннан кейін біз бізге келгеннен кейін біз істеп құжаттарын жасап бергенбіз. Дәл осындай жағдай. Сондықтан сіз ол кісіге айтыңыз, біздің тарапымыздан керек болатын болса, біз ол кісіге қалай жүріп, қалай істеу керек екендігін бәрін көрсетіп, заңды қылып, неге жаңа қорғаншылық алып беруге тырысамыз. Иә, рахмет. Сонда Саттар Шардарбекұлы, сонда жаңағы біздің апамыз баланың әлеуметтік мәртебесін анықтай алмай отыр ғой. Сол кісі өзі жеке жүгіне алады ғой, иә? Жеке жүгіне алады сіздерге, иә? Жеке жүгіне алады. Жаңа апаның өзі мысалы бізге айтса, біздің нөміріңізді берсеңіз, біз ол кісіге барынша көмектесеміз. Барынша көмектесіп, баланы сол кісілердің қолына келіп, әкесінің қайтысына байланысты алатын жәрдемақыны да апаның есебіне, болмаса олардың өзінің есебін алып беруге. Егер шын мәнінде жаңада сіз айтқандай анасы балаларды тәрбиелеуден бас тартса, оны бәрін істеуге болады. Ал тағы да бізде сұрақтар бар ма? Көрермендер тарапынан, біздің әріптестеріміздің тарапынан сұрақтар болса, қойыңыздар. Бар ма сұрақтар? Бізде мынандай сұрақ келіп түсті, құрметті Саттар Шардарбекұлы. Қазіргі таңда сенім хат арқылы туысына беріп кету мәселесі деген бізде өте қатты белең алған. Сенім хат беріп, басқа республикаға жұмыс істеу барысында, нәпақа табу барысында, мынау Кореяға, мысалға, Ресейге кетіп жатыр, мысалға ата-аналар. Осындай жағдайда қазір бізде осы сенім хаттың күші жоқ. Хаттар келіп түсіп жатыр, сенім хаттың күші жоқ. Ол бала міндетті түрде ол ата заңда көрсетілген, ата-ана өзінің баланың алдында міндетін орындау керек, оның материалдық жағдайымен, тәрбиесімен тікелей айналысу керек деп көрсетілген. Сондықтан не баланы қайтару керек, өз ата-анасымен бірге болу керек деген мәселелер қатты көп туындап жатыр. Осы кейінгі осы келген мынау басқарманың тарапынан келген хаттарға байланысты көптеген қиындықтар туындап жатыр. Мысалға, заңды өкілдері Кореяда немесе Ресейге кетіп қалды. Дәл қазіргі жағдайда оны қайтару мүмкін емес болып тұр. Мысалға, 3 жылға кетті, 1 жылға кетті, 6 айға кетті деген мәселе ғой енді. Осы тұста не істеуге болады? Сіздерден қандай көмек бар? Не істесек болады деген қазір сұрақтар келіп түсіп жатыр. Негізі заң бойынша, неге және отбасы заң бойынша бала дүниеге келгеннен кейін баланы тәрбиелеу, оқытып білім беру ата-ананың тікелей міндеті. Ал жаңағыдай сенімхат беріп кету деген, ол сенімхат беріп кету тек қана заң бойынша балаларды бір жерден бір жерге бару үшін соны ғана беріледі. Ал қалған уақытта мен балам сеніп тастап кеттім деген нәрсе ол дұрыс емес. Ол біздің орталыққа сондай балдар келіп жатыр, мысалы, аудандардан келіп жатыр балдар. Ол енді ертең балдарға бір нәрсе болатын болса, ол ештеңе істей алмайды, мысалы. Балалардың ауыратыны бар, денсаулығын бұзылатыны бар, оны дәріге бару керек. Ал жаңағы ол тастап кеткен, сенімхатпен тастап кеткен нәрсе ол дұрыс емес. Ондай біздерге мысалы қазір келіп, сондай балдар түсіп жатыр, түскенде бір ата-анасын таппай жатқандарымыз да бар, ата-анасы қашып жүргендер де бар. Балаларын тастап, біз ана көкөк ата-ана дейді. Балаларын біреуі тастайды да өзі басқа жұмысқа кетіп қалады. Оларды мүмкінше біз кейде іздеп тауып жатырмыз, іздеп сотқа беріп жатырмыз, не ата-ана құқығына шек қоюға тырысамыз, не осы баланы алып кетуге мәжбүрлік келтіреміз. Өйткені баланы бағып тағу ол ата-ананың міндеті. Олар сол үшін дүниеге келтірді ме, өзі қағып өзі бағу керек. Ал жаңағы сенімхатпен тастап кетіп беру деген ол заңға қайшы келеді. Ол сенімхатпен жаңа айттым, тек қана бір жерге баланың бір жерде екінші жерге барған кезде ғана қол тимей қалған кезде ғана мына барып алып келді, мен сенімдерін жазады, қалған уақытта бала өзі тікелей өзі жауапты ата-ана. Ал енді осындай жағдайда сіздерге жүгіне алады ма? Осы сенім хат беріп кетті, бірақ жаңа ата-анасы келмей жатыр, жаңа Кореядан немесе Ресейден келмей жатыр, біз қанша хабар берсек те келмей жатыр деген тұста сіздерден қандай да бір көмек түрі бар ма? Егер ондай балдар бізге, ондай біздің түскен балдар да бар. Жаңа айтып бізге түскеннен кейін біз арнайы орнына біздің облыстық ішкі істер басқармасына департаментіне біз хат жазып ата-анасы іздеп жүргенбіз. Қайда жүргенін тауып отырсаңыз, егер тұрғылықты мекен-жай анықталатын болса, сол жердегі кәмелетке толмаған инспекторлар бар.
Sonra хат жазамыз. Ата-анасының баласын тәрбиеден қашып жүр. Соған әкімшілік қарап қолдауын сұранамыз деп хат жазамыз. Бұл деген ата-анамыз ары ойламайды. Ниетте баласын алып кетеді. Не болмаса, штрафын төлеп, бір штрафын төлеген екен. Одан кейін балаларын алып кетпейтін болса, біз онда оның баласын ата-анаға қатысты сотқа талап арыз беріп, шек қоямыз. Ата-ана құқығына шектеу қоямыз. Балаларды жібереміз. Ал енді шектелгеннен кейін сол 6 ай көлемінде тағы хабарласпаған жағдайда қалай болады? Ары қарай? Бала мемлекеттік қамқорлығында қалады басқа. Ары қарай уже құқығынан айыруға бересіз. Иә, осы мәселе төңірегінде көп сұрақтар туындап жатыр еді. Бұл тұшымды жақсы жауап алдық деп есептеймін. Яғни тікелей мектеп тарапынан тікелей сіздерге шығарылады, иә? Тікелей мектеп тарапынан осындай сенімхат берілген балалар жөнінде егер шын мәнінде қиындық туындап жатқан жағдайда сіздерге тікелей жүгіне алады, иә? Тағы да сұрақтар бар ма? Біздердің көрермендердің тарапынан, әріптестеріміздің тарапынан сұрақтар болса, бар ма? Бізде қордаланған әлеуметтік сала бойынша сұрақтар өте көп қой бізде. Гүлжан апай, саламатсыз ба? Саламатсыз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мына Сауран ауданы Әл-Фараби атындағы жалпы орта мектебінің тәрбиесі жөніндегі орынбасары болған, есімім Қуаныш болады, Гүлжан апай. Бұрынғы Иқан жалпы орта мектебі ғой. Иә. Ал енді қазір мына сенім хатпен әке-шешесі шетелде жүрген оқушыларымыз бар ғой қазір, әжесінің қолында, нағашысының қолында, көкесінің қолында тұрғандар. Біз сол анықтаған бойда біз оларды неге түсіріп отырмыз да, сенім хатпен мектептің ішкі есебіне алып, олармен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Ал енді келмеген жағдайда, мысалы 6 ай, 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдап кетіп қалғандар бар. Ол уақытта біз не істей аламыз? Қаншалықты заңды түрде, мысалы ішкі істер органына өткізіп, ішкі істер органында өзінің жұмысын атқарғаннан кейін біз мектептен не істей аламыз ары қарай? Иә, негізгі жұмыстарыңыз сол ғой. Негізгі жаңағы ішкі істердегі басқармасына тікелей хатпен шығасыздар, көші-қонмен жаңағы көршілес елдерге, жаңа заңды өкілдері жүрген елге ол жақтардың тарапынан хатпен шығып, ол ата-ананы белгілі бір уақыт арасында алып елге қайтаруға жұмыс жасайды негізі. И бұл қазіргі өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларды қолдау орталығының тарапынан да осындай көмектер ұсынылады, иә? Саттар Шардар. Негізі, егер жаңағыдай шетелге кетіп қалып баласын қарамай тастап кететін болса, негізі жаңа ауылдағы кәмелет толмағанда инспектор бар, сол инспектор арқылы балаларға жаңа асырап отқан ата-анасына туған туысқан қайсы болатын болса, сол болатын болса бізге тіркелу керек. Бізге тіркеліп жатыр, фақат курстан өте керек те, курстан өтіп оқып алып, біз бала келгеннен кейін баланы болмаса, баланы өзінің жаңа қамқоршылық қорғаншы орган арқылы бізге баланы әкелмей ата-анасының үстінен талап арыз жазу керек. Ата-ана құқығына шек қойып қою керек. Сіз шек қойып болғаннан кейін барабар, сіз баланы қамқоршылық органдар баланы ана кісілерге патронат оформить етіп береді. Сол заңды болады. Ал жаңағыдай немен тастап кеткен, оны нағыл емес, ештеңе істемей соған. Үйді тек қана инспектормен келісіп отырып, аудан қала аудандық қамқоршылық органдар солар ағай жұмыс жасау керек. Егер олар жақ дейтін болсаңыздар, онда біз арқылы жұмыс жасауға болады. Бізбен бірігіп, бала ата-анасына шек қойып, ана екеуін бағып қағып отқан ата-аналарды курстан өткізіп, қолына сертификат беріп, балалар соған беріледі. Енді осы түсінікті. Тағы бір сұрағым бар еді. Ал енді біз ата-аналарға осы түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз ғой, сіздер өздеріңіз қайтып, балаларыңыз өздеріңіз тәрбиелеулеріңіз керек деп. Бұл қайсы заңға негізделген? Бұл қазір айтып отқан, біз заң бойынша айтуымыз керек оларға. Неке және отбасы заңы бар, соны ашып қараңыз, сөйле жазып қойған. Неке және отбасы кодекс бар, сол кодексте барлық жазып қойған. Баланы 18 жасқа дейін тәрбиелеу ата-анасының тікелей міндеті. Материалдық жағдай және қамтамасыз ету. Жан-жақты жеке тұлға ретінде дамуына жағдай жасау деп ата-ана міндеттеп жазып қойған. Жақсы, үлкен рахмет.
Иә, осы жаңағы Саттар Шардарбекұлы енді сұрақтан сұрақ туындап жатады ғой. Бұл жаңағы біз айтып кеткен сенімхат, қазір айтып жатырмын, өте қатты белең алған, ол қиындықтар көп туындатып жатыр. Енді осы жаңағы осы процесс жүріп жатқан жағдайда біраз уақыттарды алатыны ол бесенеден белгілі нәрсе. Ал енді ол 3 айда ала ма, ол 4 ай ала ма, мүмкін 6 айға кетеді. Осындай уақыттың ішінде бала бәрібір жаңағы ауада қалып тұр ғой, былай қарағанда ата-анасының қамқорлығынсыз, былайша айтқанда қалып тұр. Осы жағдайда қалай болады? Сіздерге жүгіне ала ма? Сіздерге жаңа уақытша тіптен болмаған жағдайда, жаңағы қарайтын адам болмаған жағдайда сіздер мекемелеріңізге апарып орналастыруға мүмкіндік бар ма деген сұрақ. Енді берді Күлжан мынандай. Егер жаңағыдай туған туысқандар сенімхатпен қалдырып кетсе, баланың жағдайы жақсы, мектептен сабақтан қалмай жақсы оқып жатса, кішкене күтуге болады. Ал егер әр мектептен әлеуметтік педагог біледі, қай баланың кім үйінде жүрген, ауылдағы қандай сабаққа қай уақытта келген, қандай киім киіп жүрген, үсті басын тазалығы, ішкен табағаны көреді. Егер баланың жағдайы төмен нашарлап жатқан, тастап кеткен ата-ана қарамайтындай, тек қана азан кешке жұмысқа салып қойып, мектепке жібермейтін болса, ол кезде балдар бізге қарайды. Бізбен хабарласып, бізге өткізу керек. Сөйтіп ата-анасы заң жүзінде қолу керек. Енді адам өз тұрғыдан қарауға да болады. Мысалы, бәрібір енді сенімхатпен, енді атасының әжесі сенімхатпен тастап кетсе, баланың жағдайы жақсы болса, сабақ болса, кішкене күтуге болады. Енді бәрібір бірдей қолай беруге болмайды. Ал шынымен де жаңа айттым, бұрын бізде Кеңес одағының кезінде әр мектептің айналасы мөлтек аудан деген болады, микроучасток. Сол жерде мектептің мұғалімдер қай үйде қанша бала бар, туғаннан бастап осы жасқа шейін қайсысы қай жақта оқиды, не істейді, бәрін біліп отырады. Сол әлеуметтік педагог мектептің мұғалімдері біліп отырып, жаңа баланың жағдайын қадағалап отырса, онда егер жағдай төмен жаңа айтқандай нашарлап баратса, онда бізбен хабарласып, баланы бізге инспектор, мектеп инспекторы бар, соған хабарласып, баланы бізге алып келу керек. Біз сонда арай бірлесіп, осы ата-анасына шара қолданып келеміз. Иә, әрине, Саттар Шардарбекұлы өте жақсы, дұрыс айтып түсіндіріп кеттіңіз. Бізде жалпы мұсылман халқы, жалпы қазақ халқы жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған еліміз ғой. Сондықтан бұл мәселе төңірегінде өте тереңірек қарау керек екендігін, ол қалдырып кеткен отбасының да жалпы барлығын жан-жақты зерделеу арқылы бұның бәрі анықталады. Ал енді осы сенімхатпен тастап кетпеген деп барлық баланы әкеп сіздерге әкеп орналастырып, ол былай қарағанда неге ойға да сыймайтын нәрсе. Сондықтан бұған да өте ыждахаттылықпен, бір терең зерттеу арқылы қарау керек деп есептейміз. Құрметті әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз болса, біздің де уақытымыз. Жаңа біз сенімхатпен қалдырып кеткен балдар туралы сөйлестік қой. Енді менің мектебімде сондай 13 бала бар да, соның ішінде 2 балам сенімхатсыз қалдырып кеткен ата-анасы Кореяда. 4 жылға жуық уақыт болып қалды. Оларға не істейміз, не істей аламыз? Енді сенімхат жоқ. Сізге тағы өзіңізге сұрақ болып тұр да, Махита ханым. Иә, содан берде, 4 жылдан берде сіз хабарламадыңыз ба ол жөнінде? Жоқ, о балдар неде болған ғой? О кезде мектеп жасында болмаған, одан кейін мектепке келген бізге. Енді келді, иә, мектепке? Иә. Жақсы. Бұндай жағдайда сіздердің тараптарыңыздан жаңағы айтқан нәрсе. Балалар жағдай қандай? Олардың тұрмыс тіршілігі, сабақтан қатысуы, білімі сапасы, тұрмыс тіршілігі қандай соны анықтау керек. Егер бәрі ойдағыдай болатын болса, күту керек. Ал егер балалардың жаңағы тұрмыс нашар, сабаққа бармайды, үсті қырғы жолап, аш жүретін болса, онда балалар бізге қарай келу керек. Бол, түсінікті. Әрине, ол бойынша мен де тағы да толықтыра кетейін, Саттар Шардарбекұлы. Бұл бойынша жергілікті адами әлеуетті дамыту бөліміндегі қорғаншылық қамқоршылық органына жүгіне аласыздар. Тікелей осы ата-ананы алдыру бойынша ол кісілер жұмыс істеуге міндетті. Олай болса, біздің уақытымызда өз мәресіне жетіп қалды. Бүгінгі жақсы әңгімеңізге, құнды ақпараттарыңызға құрметті Саттар Шардарбекұлы үлкен рахмет.
сіздің отбасыңызға, жалпы жұмысыңызға творчестволық табыс тілейміз, отбасыңызға бақыт тілейміз. Жақсы келелі әңгімеңізге, осындай жақсы ақпараттарыңызға құнды керемет сусындаландық деген ойдамыз. Рахмет сізге. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар, сау саламатта болыңыздар.